Саламатсыңдар балалар. Біздің бүгінгі тақырыбымыз адам қаңқасының құрылысы, тірек қимыл жүйесінің рөлі мен қызметі. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Тірек сөздер: қаңқа, бұлшықет, түтік тәрізді сүйектер, жалпақ сүйектер, бас сүйектер, ми бөлімі, кеуде қуысы, омыртқа жотасы, иық белдеу, қолдың еркін қозғалатын сүйектер, жамбас белдеу, аяқтың еркін қозғалатын сүйектер. Енді балалар, мына жерде өздеріңіз көріп тұрғандай, осы қаңқаменен біз толық танысатын боламыз. Тірек қимыл жүйесі дегеніміз қаңқа сүйектер мен бұлшықеттерден тұрады. Қаңқа сүйектер қаңқаны түзет және тірек қызметін атқарады, қорғаныш қызметін атқарады. Қаңқа бұлшықеттері қимыл қозғалысты қамтамасыз етеді және біздің ішкі мүшелерді қорғайды. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мына қаңқа сүйектер және бұлшықеттер оны қоршап тұрады. Сол кезде ғана біздің ағзамыз еркін қозғалысқа келеді. Тік жүре аламыз, жүгіреміз, қандай қимыл жасаймыз, ағза сол арқылы бейімделеді. Сүйектер бір-бірімен шеміршек арқылы байланысып қаңқаны құрайды. Қаңқа сүйектеріне бұлшықет бекінеді. Сүйектің қызыл кемігінде, сүйектердің ішінде кемік бар, қызыл кемігінде қан жасушалар түзіледі. Адам қаңқасында 200-ден астам сүйектер бар. Енді адам қаңқасының бөлімдеріне тоқталайық. Қаңқа сүйектер: бас сүйек, тұлға, қол, аяқ сүйектер деп бірнеше топқа бөлінеді. Енді бас сүйектер бет бөлімі, ми сауыты жатады. Ми сауытымыз жұп-жақ сүйектерден және тақ сүйектерден тұрады. Тұлға сүйегімізге міне омыртқа жотасы және кеуде қуыс сүйектері жатады. Қол сүйектеріміз міне иық белдеу, мына жерде қолды еркін қозғалатын сүйектер. Аяқ сүйектеріне жамбас сүйектер, аяқты қозғалтатын сүйектер. Жамбас белдеу, сосын аяқты қозғалтатын сүйектер. Жалпы біздің омыртқамыз 33-тен 34 омыртқадан тұрады. Омыртқамыз 5 бөлімнен тұрады. Мойын 7, арқа 12, бел 5, 8 көз 5, қимшақ 4-те 5. Енді осы сүйектерге пішініне байланысты, құрылысына байланысты жеке-жеке қарастырып көрейік. Сүйектің құрылысы бойынша 2 түрмен ажыратады. Түтік тәрізді, ұзын сүйек, оған тоқпанжылық, сан, білек. Қысқа сүйектер, саусақ сүйектер. Балалардың түтік тәрізді сүйектердің қуыс сүйектің қызыл кемегінде толы болады. Адамның жасы ұлғая келе сармай ұлпасы менен кемікпенен алмасады. Жалпақ сүйектер ұзындығы мен жуандығы әртүрлі болады. Жаурын, бас сүйек, төс сүйек, жамбас сүйектер бұларға жатады. Пішіні бойынша қысқа сүйектер, ұзын сүйектер, қысқа сүйектерге жаңағы қол аяғы саусақ сүйектері жатса, ұзын сүйектерге жіліктер жатады. Қол сүйектер иық белдеуі міне, және қолды еркін қозғалатын сүйектер деп атадық бағана. Қолды еркін қозғалтатын сүйектер. Қол сүйектер жұп жаурын, мына жерде мына жақта, мына жерде 2 жаурынымыз бар. Және жұп бұғана, мына жерде бұғана сүйектер деп атаймыз. Бұғана сүйектен тұрады. Қолды еркін қозғалатын сүйектер: тоқпанжылық және білезік сүйектер, кәріжілік, шынтақ сүйектер, қол бас сүйектерінен тұрады.
Қол бас сүйектер 3 бөлімден ажыратылады. Білезік сүйектер, алақа сүйектер, қысқа сүйектерден тұратын саусақ сүйектер. Міне балалар, біздің қол сүйектеріміз осындай бөлімдерден тұрады екен. Келесі аяқ сүйектеріміз. Жамбас белдеу сүйек, аяқты еркін қозғалтатын сүйектерден тұрады. Жамбас белдеу сүйегіміз, олардың әрқайсысы бірігіп тұтас орналасқан 3 сүйек бірігіп орналасады. Мықын, шонданай, қасаға сүйектерден тұрады. Аяқты еркін қозғалтатын сүйектер: ортан жілік, асықты жілік, және мынау ортан жілігіміз, мынау асықты жілігіміз. Сосын шыбық сүйек, мына жердегі бір сүйекті біз шыбық сүйек деп атаймыз. Сосын табан сүйектер, башпайлар, және мына табан сүйекке орналасқан осы біздің ағзамызды еркін қозғалтуға, қимылға келтіретін тірек қимыл жүйесінің негізгі сүйектері деп атауымызға болады.